Қазақтың ең үлкен жауы не? Мен білем, сіздер ойлайсыздар, ол қазіргі билік деп. Бізге одан асқан жау бар ма? Еліміздегі жағдайдың бәріне солар кінәлі ғой. Бірақ мен бұған келіспеймін. Иә, қазіргі биліктен біз еш жақсылық көріп жатқан жоқпыз. Олар халықты адамқорлы көрмейді. Бірақ елдегі жағдайдың бәріне тек қана солар кінәлі деп айтқан дұрыс па? Қазір халық жаман үйреніп кеткен, қит етсе өкімет кінәлі деп шығады. Бұл көзқарас қате. Ол нені білдіреді? Ол дегеніміз халық өзінің маңызын кемсітіп тұр деген сөз. Яғни қиындықтың бәрін тек қана билік шеше алады, ал халықтың қолынан боқ келмейді деген сөз. Бізге бұндай көзқарастан құтылу керек. Әрине, сынайтын жерде сынау керек, бірақ жаланың бәрін тек қана билікке жаба берген дұрыс емес. Сонда не? Бізге қазіргі биліктен де асып түсетін жау бар ма? Әрине бар. Ол сонда не болған? Енді сіздер ол Қытай немесе Ресей деп ойлайтын шығарсыздар. Осы екеуі бізге күн көрсетпейді ғой. Иә, Қытай мен Ресей бізге тыныштық бермейді, ол рас. Бірақ мұнда бір нәрсені ескерейік. Оның бәрі уақытша. Неге? Өйткені қазаққа жау орыс пен Қытай халқы емес, соларды басқарып отырған адамдар. Ертең оларда да билік ауысады. Кім білет қандай адам келетінін? Мысалы, Ресейде де халық шаршаған, олар да біз сияқты өзгерістерді қалайды. Егер оларда Украинадағыдай бір адам келсе, онда ол саясатты да түбегейлі өзгертіп жібереді. Солай болуы мүмкін бе? Әрине мүмкін. Құдайдың құдіреті шексіз ғой. Ол бір. Екіншіден, басты жау сыртта емес, ол іште, және ол әрқайсымыздың ішімізде бар. Сонда ол не болғаны? Жалқаулық па? Әлде алауыздық па? Мүмкін имансыздық шығар. Қазақтың екі жауы болған қай кезде де. Ол имансыздық пен алауыздық болған. Иә, қазақтың ең үлкен екі жауы бар, бірақ осылардың ешқайсысы емес. Қазақтың ең үлкен бірінші жауы ол сауатсыздық. Мынау не деп тұр өзі? Иә, сауатсыздық. Келіспейсіздер ме? Онда тыңдаңыздар. Ассалаумағалейкум. Сауатты қазақ арнасына қош келдіңіздер. Сонымен, қазақ сауатсыз ба? Иә, өкінішке орай. Әрине бәрі емес, бірақ басым көпшілігі. Мен өзімді де керемет сауатты санамаймын. Мен де солардың ішінде бармын. Сіздер маған ренжитін шығарсыздар, бірақ бұл шындық, оны мойындау керек. Біздің еліміздегі қазіргі жағдайдың басты себепкері сол. Қазір қазақта қандай маман көп? Заңгер мен экономист көп. Бірақ қойшы көп болса, қой арам өледі дейді. Екінің бірі заңгер мен экономист болса да, біздің саяси және экономикалық біліміміз өте төмен. Біз не заң білмейміз, не өз құқығымызды білмейміз, не экономиканы білмейміз. Соның кесірінен қазіргі жағдайға душар болып отырмыз. Билік 30 жыл бойы бізді қанап келді, ойларына келген істеді. Ал біз не істедік? Біз оған үндемей бұғып жүре бердік. Неге? Өйткені солай болу керек деп ойладық. Өйткені бізде қарапайым саяси түсініктер жоқ. Биліктің бір адамның қолында шоғырлануы, конституцияға өзгерістер енгізу, әкімдерді, депутаттарды төменнен емес, жоғарыдан сайлау, осының бәрінің заңсыз екенін, қылмыс екенін, сол қылмыстарды ұйымдастырған адамды жазаға тарту керек екенін, ондай нәрсені біз түсінбейтінбіз. Ондай ой біздің басымызға да кіріп шықпайтын. Оның орнына біз керісінше не істедік? Сол адамды төбемізге көтердік. Қазақтар 30 жыл бойы Назарбай бізге тәуелсіздік әперді деп келді. Ондай адамдар көп болған, әлі күнге дейін бар. Немесе Назарбайдың арқасында бізде соғыс жоқ. Ертең ол кеткенде күніміз не болмақ? Ойбай бәледен аулақ, елбасымыз аман болсыншы. Осыған да шүкіршілік етпейміз бе? Деген әңгімені бәріңіз естіген шығарсыздар. Бұл нағыз сауатсыз адамдардың сөзі. Бұл тақырыпты сәл ғана қазбалап зерттеп көрейікші. Сонда нені көреміз? Кеңес одағы өз бетімен ыдырап кетті. Қазақстан ең соңғы болып оның құрамынан шықты. Ол шыққанда жоқ, ол жалғыз қалып қойды. Яғни тәуелсіздікті бізге ешкім әперген жоқ, ол біздің басымызға түсті. Оны бізге Құдай бере салды. Ал Назарбай сонда не деді? Мен Кеңес одағының қайта құрылуына ат салсам, соған бар күшімді салам деді. Бьюсь сейчас над тем, чтобы быстрее союзный договор подписать. Вот это 9 республик, это я инициативу проявлял постоянно. Казахстан своего слова не сказал. И Казахстан
он сейчас является организатором союзного государства объединения. Вот я этим... Осы ма тәуелсіздік әпергені? Қазір әлемде 200-ге жуық мемлекет бар. Соның біреуінде ғана Назарбай бар. Ал қаншауында соғыс болып жатыр. Бірен саранды. Неге Қазақстаннан басқа 190-нан астам мемлекетте соғыс болып жатқан жоқ? Оларда Назарбай жоқ қой. Неге олар соғыспайды? Логика қайда? Міне көрдіңіздер ме? Осындай қарапайым саяси сауаттылықтың болмағанынан, қарапайым анализ жасамағандықтан біз қайдағы бір тексіз, надан, алаяқ, жауыз, жалмауыз, бандитті төбемізге көтердік. Оны пір тұтып келдік. Оны әулие санап, 30 жыл бойы соған табынып келдік. Солай болды емес пе? Қарапайым экономикалық түсініктердің болмағаннан біз қазіргі қайыршының күнін кешіп жүрміз. Айлықтан айлыққа тиын санап, бір қарыздан екінші қарызға, бір кредиттен екінші кредитке 100 мың теңге айлық алып, соған қарық болып жүрміз. Күнкөрісіміз осы. Неге? Өйткені бізде қарапайым экономикалық түсініктер жоқ. Біз бюджетте қанша ақша бар екенін білмейміз. Елімізде қаншама пайдалы қазбалар бар. Солардың экспортынан қанша ақша түсіп жатыр. Соның қаншауы халыққа тиесілі екенін біз білмейміз. Зерттемейміз оның бәрін. Бюджетте әрқайсымызға 500 мың, миллион теңге айлық төлей алатын жағдай бар екенін біз түсінбейміз. Сондықтан 100 мың теңгеге мәз болып жүрміз. Бізге бюджетте ақша жоқ дейді, құлағымыздан тебеді. Біз соған сеніп жүре береміз. Біз қарапайым өз құқықтарымызды білмейміз. Сондықтан өзімізді қорғай алмаймыз. Биліктің істеп жатқан қылықтарына, полицияның істеп жатқан қылықтарына көніп жүре береміз. Қазір енді Құдайға шүкір соңғы жылдары қазақтар билікке сенбейтін болды. Бірақ бұл жеткіліксіз. Өйткені қазақтар әлі де сауатсыз. Сондықтан олар кімге сенерін білмейді. Қандай дұрыс шешім қабылдау керек екенін білмейді. Бірақ қоғамның сауатсыздығы бұл мәселенің бір жағы ғана. Оның екінші жағы ол мамандардың сауатсыздығы. Мысалы, жастар білімге ұмтылмайды. Олар ақшаға ұмтылады. Мамандар біліктілігін арттырғысы келмейді. Олар тек оңай жолмен тез ақша тапқысы келеді. Қазір қазақта кім көп? Таксист көп, букмекерге баратындар көп, алып-сатарлар көп, тендермен айналысатындар көп. Осының бәрі оңай ақшаның соңынан жүргендер. Солай ғой. Біздің қоғамда білікті мамандар өте тапшы. Бұл өте үлкен мәселе. Оның маңызын түсіне білу керек. Мен бір мысал келтірейін. Жол-полды алайықшы, жол полициясын. Сауатты, жол ережесін толық білетін гаишникті көргендеріңіз бар ма? Ондай адам жоқ шығар. Жол-полға қандай адамдар қызметке барады? Не мақсатпен барады? Жолда тәртіп орнату үшін ба? Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ба? Жоқ, олар тек қана бір мақсатпен барады. Оңай жолмен ақша табу үшін. Ондай адамдар ешқашан жол ережесін оқымайды. Оларға керек емес. Сол сауатсыз жол-полдармен күресіп жүрген блогерлер бар ғой. Солардың видеоларын қараңыздаршы. Жол жүру қағидаларын қай пунктісін, қай бабын бұзған бұл? 12'de 1, 597 жол бірінші тармағын бұзды. 12'de 1'де не жазылады? Жолдың жиегіне, жолдың жүру бөлігіне тоқтауға алдауға тыйым салынды. Кто такое сказал? Он имеет полное право жолдың именно жиегінде тұруға, тоқтауға. Солай көзбен ПДД-да. ПДД-да солай көрсетілген ба? Короче, ты не знаешь, да? Уважаемый господин капитан, слышите, да? Откровенную чушь несет человек, он не знает, к каким знакам относится, к какой категории. Он не знает, что это знаки приоритета. Екінші қатарда тұрған жоқ. Мынау бірінші қатар машиналардың бәрі машина емес қой сонда. Господин капитан, можно ваше служебное удостоверение? Теперь вы понимаете, что вы тоже врюхались. Это элементарные вещи. Вот я никогда не задаю вопросов, как будет оказана первая доврачебная помощь, хотя вы должны знать. Сертификатталған арнайы техникалық құралдармен және аспаптармен тіркелсе, жүргізушіге тиісті материалдарды танысу үшін оны көрсетеді. Сертификатталып қарасам, Санкт-Петербург. Қазақстан Республикасында сертификатталған керек маған. Енді сөйтіп мен метрологиялық байқаудан өткен анықтама қағазын сұрадым. Ондай жоқ дейді, бастықтарымыз бермеді дейді. Неғып талап етпейді? И переводишь его полковник, а сам целый подполковник, без ремней. Какой без ремней? Ремень тағып келіп тоқтаватырмыз жерге. А ты разве не на дороге до сих пор стоишь, а? Оформляй его, тоқтат, оформляй. Как это так? Смотри, через голову перекидывай. Давай. Мен нарушение жасаған жоқ. Ұят. Осын көргенде мектептегі оқушыларды мұғалім ұрсып жатқан көрген сияқты боласың.
Не түсіндіріп отырсың сен, өзің не айтып тұрғанын түсініп отырсың ба өзі? Какая категория знаков? Сөйтсейші сен ПДД-ны оқып алсай кішкене. Осы сендер жаттап аласыңдар да, 597, 601 деді, бір бәлелерді тыға бересіңдер. Правиланы қашан оқисыңдар? Мен қандай полиция бұлар? Қандай полиция? Біз қайда төлеп жатырмыз? Налогтарымыз қайда кетіп жатыр біздің төлеп жатырған айлықтарымыз? Мен квалифицированный полицияның жәрдемін алғым келеді. Бұл видеоларды қарағанда мен қатты ұялам. Мен қазақ үшін ұялам. Сол гаишниктердің бәрі өз қазағымыз ғой. Сіз бен біз сияқты. Олардың бізден еш жері кем емес. Басқа қай елде ондай бар? Айтыңыздаршы. Басқа елде ондайды елестетіп көріңізші. Көшедегі полиция қызметкеріне бір қарапайым азамат келіп, "Ей, офицер, сіз не істеп жатсыз? Сіз дұрыс істеп жатқан жоқсыз ғой? Осылай істеу керек", деп айтса. Осындайды басқа елде елестетіп көріңіздерші. Мүмкін емес. Кейбір өте сирек жағдайларда болатын шығар. Бірақ біздің елімізде ол қалыпты нәрсе болып кеткен. Жол полициясы деген кімдер? Олар жолдағы қауіпсіздікке жауап беретін адамдар. Егер олар сауатсыз болса, онда біздің өмірімізге де қауіп төнеді деген сөз. Ал енді осы жағдаймен қалай күресуге болады? Оның бір жолы бар. Мен ол туралы осы видеоның соңында айтатын болам. Енді басқа мысал келтірейін. Айтайық, бір хирург ота жасап жатыр дейік. Мен оның қасына келіп, "Ей, доғдыр, сіз не істеп жатсыз? Скальпельді кім бұлай ұстайды? Осылай ұстау керек қой. Бұлай тілу керек, бұлай тігу керек", деп айтсам. Немесе ұшақта ұшып келе жатып, "Сіз не істеп жатсыз? Ұшақты кім бұлай айдайды? Тұрыңыз, мен отырайын, мен сізге көрсетейін", деп айтсам. Ақылға сыймайтын нәрсе. Бұл мамандар арнайы дайындықтан өткен, арнайы білім алған, олар өз жұмысын меңгерген. Ал неге басқа салаларда басқаша болу керек? Әрбір салада дәл осылай болу керек. Әрбір маман өзінің жұмысын жетік меңгеру керек. Әрқашанда профессионализмге ұмтылу керек. Тек сол кезде ғана ол халқына, мемлекетке пайдасын тигізе алады. Тек жоғары деңгейдегі білікті мамандар ғана өзінің саласын дамытуға үлес қоса алады. Егер әлде бір сала жақсы дамыса, онда мемлекет те дамиды. Қарапайым мысал, Мұхтар Жәкішев. Жалғыз ғана білікті маман бүкіл саланы әлемдік деңгейге көтерді. Елімізді уран өндірісі бойынша бірінші орынға шығарды. Соның арқасында уран өндіріп жатқан елді мекендерге инвестиция құйылды. Олардың инфрақұрылымы дами бастады. Балабақшалар, мектептер, ауруханалар бәрі де жабдықталып, модернизациядан өтті. Жаңа фабрикалар ашылды, жұмыс орындары пайда болды. Осының бәрі бір жалғыз ғана сауатты маманның арқасында. Ал енді ойлап көріңіз, осы Мұхтардай бізде бір емес 1000 адам болса, 10 000 адам болса, елімізде қандай өзгерістер болар еді? Ал Мұхтар Жәкішев деген кім? Ол қарапайым қазақ, сіз бен біз сияқты. Ал біз неге ол сияқты бола алмаймыз? Біз де ол сияқты бола аламыз ғой. Ол үшін бізге талпыныс керек. Ол үшін бізге ең алдымен білімге ұмтылу керек. Мен бағана хирург туралы мысал келтірдім. Ал егер еліміздегі жалпы медицинаны алып қарастырсақ, дәрігерлерді, терапевттерді, медбикелерді, мұнда да жағдай мәз емес. Оны бәріміз білеміз. Әрине бізде де жақсы дәрігерлер бар. Өте мықты дәрігерлер бар. Бірақ олардың үлесі аз. Медицина саласының ерекшелігі сол, мұнда кездейсоқ адамдар болмау керек. Әрбір дәрігердің деңгейі өте жоғары болу керек. Өйткені оның жұмысы өте маңызды. Ол адамның денсаулығына, өміріне жауап береді. Сондықтан дәрігерлердің бәрі профессионал болу керек. Ал біздің елімізде жағдай өкінішке орай ондай емес. Ал егер дәрігер сауатсыз болса, онда ол халыққа, мемлекетке қандай зиян келтіретінін айтпаса да түсінікті. Сонымен сөзді қорытындылай келе, қазақтар бәріңізге айтарым, еліміздегі жағдайды өзгерту үшін бізге ең алдымен сауатты болу керек. Ал сауатты болу үшін бізге нақты 5 амалды орындау керек. Ол туралы мен келесі видеода айтатын болам. Ал енді мен бағана айтып кеттім, жол полициясында тәртіп орнату үшін не істеу керек? Ол үшін бізге қарапайым нәрсені жасау керек. Ол үшін әрбір мәшіне айдайтын қазақ жол ережесін жатқа білу керек және өз құқықтарын білу керек. Егер біз осы шартты орындасақ, онда жол полициясында бірде-бір сауатты адам қалмайды. Неге? Өйткені ойлаңыздар, егер әрбір мәшіне айдайтын қазақ сауатсыз жол полициясымен қалай сөйлесу керек, оларға қалай жауап беру керек, олардың қылықтарының дұрыс емес екенін дәлелдеп бере алса, өз құқығын қорғай алса,
онда жол полиция қызметкерлері амалсыздан сол ережелерді оқитын болады. Амалсыздан олар сауатты бола бастайды. Өйткені олар бізді алдай алмайтын болады. Олардың ешбір қылығы өтпей қалады. Менің мемлекеттік тіркеу номерлік белгім көрініп тұр ма? 107. Қане, мен қане нарушением? 107. 110-ға дейін рұқсат береді. Мынау барлық заңсыз сіздердің істеп жатқан әрекеттеріңіз. Сол кезде жол полициясында үлкен өзгерістер болады. Бүгінге айтарым осы, қазақтың ең үлкен екінші жауы не екенін білгілеріңіз келсе, онда арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сауатты болайық.